Баймын деп аспа, ханмын деп таспа. 6 бөлім. Достар, сіздерден аз ғана өтініш. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздаршы. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Бұрынғы сымбатты, жүзінен күлкі кетпейтін, от болып жалындап жүретін Бағланды көре алмай тұрмын. Сол кездегідей көзіміз көзімізге түйісті. Ол мені таныды ма екен? Бірақ менің қазір бұл жерде жұмыс жасап жүреді деп мүлде ойламаған болар. Мүмкін жай ұқсатқан шығармын деп ойланып та тұрған шығар. Жанына бара алмаймын. Мүмкін ол үйленіп кеткен шығар. Бірақ жанында ешкім жоқ. Әйтеуір ойланып жүріп тойды өткіздік. Қонақтар тарқаған соң күндегідей жан-жақты жинастырып реттеп беріп кеттік. Шамамен таңғы 4 болып қалды. Пәтеріміз жақын болған соң үйге ылғи да жаяу қайтамын. Bir жағынан жол ақысына шықпайды. Қолдағы ақшамды үнемі әжеме беріп отырдым. Әжем үйге керектілерді алатын шығар деп үміттеніп. Тойханадан шықтық. Айнала қараңғы. Тек екі жақтан сығалаған шамдар жанып тұр. Жол бойымен келе жатырмын. Кенет біреудің аяқ басқан дыбысы естілді. Мұндай мүлгіген тыныштықта жүрген кім болуы мүмкін? Бұл жерден көбінше көлік те өтпейді. Қадамымды тезірек баса бастадым. Үрейленіп кеттім. Бірдеңе бола қалса көмектесер де ешкім жоқ. Тіпті дірілдеп кеттім. Үйге жақындайын дедім. Кенет подъезге кіргелі жатқанымда қолымды біреу ұстап қалғанын байқадым. Үнсіз тұрмын. Екі көзімді тарс жұмып, жанымды шүберекке түйіп тұрмын. Қорыққанымнан айқайлай да алмаймын. Айқайласам бірдеңе болардай қатты қобалжып кеттім. Сені қатты шошытып алсам ренжіме. Үнсіз тұрмын. Жайлап артыма қарадым. Бағлан, маған қарағаныңда бұл дәл сол қыз ба деп ойлағаным рас. Бірақ бірден таныдым. Сенің бұндай жағдайға қалай түскеніңді білмеймін деп маған қарап тұр. Ішімнен, Бағланым-ау, мададан сен екеніңді білгенде бірден құшақтап жылап алатын едім ғой дедім. Көздерімен еріксіз жастар шығып жатыр. Ойлағанымдай-ақ құшақтап алды. Көздеріндегі мұң сенің қаншалықты қиналып жүргеніңді көрсетті. Жалғасы бар.